Бу хапара эм акчы теңдерибизден бири Вал Ленгартны үсүнненди. Ол кылыгы халыбла да орусча bir күлкүлү чалдырып сүйлөшкени биле да бирси жашлага арталды шамейт. Сыфатыбла дегенде ва алтын жибек чачы, аксыл кирпиклери, күн күйдүрген морзгулдум эти аны негатив суратка окшотуйлы. Ленгард кеси да аны билгенче жазгыда кара көйлек биле аксыл кетен күнчек кийип чыкса ва кертида негатив болуп калыйт. Жашны bir силеден бек улуу башкалыгы ва ол түйүлет. Ленгардны жия кобуз сога билгени ийди. Музыкант жаш жиясын алып, бу назик кобузну кылларына катылганлай, bir хычуун, bir сейирлик табушла, арю макамла, бири-бирине тагала канат каккан музыкага айланып кетийле. Андан болур эт. Школ концертледе да Ленгардны номерин эм тыңгылы, эм сейирлик үчүн ахырына салыйлы. Миллети Голландиячы болгон жаш Орта Азияга калай була түшкөнүн хазна киши билмейт. Соруп да күрөшмейле. Аз түрлүү миллет жок эди Орта Азияда. Ише булай болгонду. Россияга Екатерина патшахны заманында Волга тиресине келген немис лебле бирге bir кавым Голландиячы үйүрдө келдиле. Кышы Европада жылы болмаса да, бу арю эркин да жерини көчкүнчүлө жараттыла, мында мурдор салдыла. Атын арюбла айттыра, былайда көп жылланы ашап жашап турду. Уллу уруш башланганда ва огурсуз оноучула Волгадагы немистерни тууган таштарынан көчүрдүле. Алабла бирге ва голландлы музыкантны үйүнө да уллу балак келди. Энгель шахарны филармониясында айтылган скрипач болуп иштөөчү жаш кызыл жагалабла даулашканда оздуруп хыны болду. Законну түзлүкнү таурукчукларын айта башлады. Билмейді ол, аңламайды, аны була кызыл жагаланы бүтүн бек чамландырырга болгон. Башына аннан да уллу палак келтирерге болгон. Була эткен иш сөгүлмезин, була жаңылмаучуларын музыкант жаш кайдан билигет. Аны хатасынан голландлы музыкантны үйүр үйдегисинен айырып, Сибир этегине ашырдыла. Үйдегисин биле жашына Орта Азияга. Узак жолуна атлана туруп, атасы жашына бүтөу да Энгель шахарны кубандыруучу алтын тамак жия кобузун берди. Үйрөнө тур, Ленгард. Мен кайтырга жараган музыкант болурча үйрен, деди жашчыктын атасы. Ол кайтма жолуна атланганын не үйдегиси, не жашы билмейли. Экинчи күнү кеслери да белгиси жолларына атландыла, Волгачы немислер биле бирге. Иги куумун үзмеучү жарык көллү жигерде ана арю биче тиге билгени хайрынан сабийин апчытмай, ач жалаңач этмей, киши колуна каратмай өстүрүргө күрөштү. Шошиңирдева көксүл табаклы лампаны жарыгында Ленгардла анасы узакта Волга жагасында калган жашыл орамлы шахарларын, терезесинен айткалык черек көрүнгөн үйлөрүн актына эскерилди. Аллай иңирлени биринде Ленгард кобузун алып, аны калкып турган кылларына жеңил жыясы була шош катылды. Назик макам аздан эштиле, күч ала, сагайып турган отоучукну бийледи. Иңир караңгысы хорлай келген арбазга жайыла баштады. Узун ак тереклева эслери бу тамаша макамга бурулуп, сабыр желчик шуулдаткан чапракларны табышларын селеттиле. Орам узуну барган арыкны суу да бу макамга тыңылай токтап калганча болду. Бүттөу да дүйнө бу айлы макамга таушлук серенадага бөлөнүптү. Жашчыкны анасы кол ишин бир жанына салып, бу макам уяткан эскерүүлөрүнө кетипти. Көз алынына ол көккө жаш, аны жанынан сүйген адамы келеді. Филармонияда угай бүттөу да дүйнөдө биринчи скрипка болуп, аны башын хайран эткен музыкант жаш. Мен эки көл салып үйрөнө кетсем, атамча согалыкма да, деди жашчык. Ой, ол азыр болмаз эди. Хау жашым бек кубаныр эди. Алай ол кеси качан келер ансы. Bir köp саклатты. Огосы насып канатлысы бизни терезебизни арталда унутуп му койду?
Орам үзмезін аяқ басмасша қыздырған күллені ызларынан хычуын, салқын, айлы кечеле келелі. Скрипканы назик мақамуа бұ салқын шошлықны бұзмайым дегенше кесі да сабыр шош ештіледі. Хоншы қатын, жашау ачысын сынаған бір жаңыз тышыру еді. Таң атқалла ешіне кеті, еңгір болава кесечі теңлерінде жиып, алайсыз да хайран башын ички біля хайран еті еді. Сора бір заманда кеслеріні қолайсыз жашауларын ошаш, таусыла білмеген мұдақ жырны тарты елі. Хар неміслі қанжылікні көргені сайын қаны бұзылы ет ол тышыруыны. Тізгіні, адеплігі, үшарғаны бұл оқына қозыты еданы Ленгартны анасы. Бір жол ички черге чақырғанында бармай қалғанынан сұрава, хоншы қатын немкаға душман көзден қарап башлаған еді. Ызы бұлава бұл насыпсыз тышыруыны хоншыладан ештілген жиға қобызны тауыш оқына чамландыраны тебіреді. Қарачы дегенше ештілейдің ол мақам, дүния нечік арюды, нечік сейірлікті. Адам жарық мұратына, сүймеклігіне етінсе, кесі де нечік арю болып башлайды. Сені ичкіге беріліп, тышыру намысыңы бардан жоқ етіп, бошланып барасы. Қачан бошалықты бұл кештік мақыру. Ой, жанымнан етті да бұл бош қаллық бандура. Не күндіз жоқ тыншылық, не кетше деген ештілейді. Бір жол açылып тұрған қоныш терезеден. Анешт келлей қобыз мақамы арсарсыз үзілді. Бек кечті түйіледі. Алай Ленгард қобызын чүйге тақты. Эрттен бола тышырула орамда түбештілі. Ленгардны анасы хоншы қатынынан аны озған еңірді тыңсыз еткелер үшін кечкілік тіледі. Аны бұлава ол күйсіз қатынны бүтін да чамландырғанын еслемеді. Хоншыбыз бұлай оғырсыз нек болыр, деді Ленгард. Ол да бізніче бір насыпсызладанды, деді анасы. Ана терен ақтынды. Ол шөнді кесі қайғысын дейді. Нейсе да бір аңылашын маған ауру, қаруын күчін түгендіріп барғанын ол екі кесектен бері сезіп тұр еді. Бір қорыққануа, ол дүниядан кетсе, жашчыға артал да жаңыңызлай қаллығы еді. Арт кезуді қалың негесе да бір осалды, деді Ленгард анасыны қайғысын сезгенше. Кесіңді көп ішлейсе, солымайса, келенді мен ішлеп башлайым. Гүтчечік түйілме, алырла. Оғай жашым, алай жарамас. Энтті бір-екі жыл төзербіз. Школны бошасаңа, сен айтқан жетербіз. Ленгардта қолдан келгенні аямай, олы гүтче жұмышқа да табыла тұрды. Ананы жапсарырға, көл еттірерге күрешті. Алай амбулаторияны фельдшері берген дармалладан да хайыр болмағанын көргенде, ана оңмаздан түгеніп барғанын Ленгард аңғылай башлады. Маңа бір зат болып қалса жашым, сен қайттерге күреш. Кіші түйілмесе, атаңа айтырса, ақыр уақытыма дәрі ұмыт үзмей сақлағанымы. Ленгардны 2-3 күнні школға келмегені ұстазланы теңлерін де қайғылы етті. Дағы да бір күн озып, теңлері аңа барырға келіштілі. Жаш еліні бірсі қиырында, школдан еге де ұзақта жашайды. Бұ низамлы жаш ауру бішімі қалды деділі теңлері. Алай ала атланғыншы, ол кесі келіп қалды. Жашны жылтілік көк көзлері мұдақылы. Бірінші дәріс бұ жол немец тіледі. Ленгард бұла ұстазыны орталары бір кесек мұтхуз еді. Ол да нек дегенде немец тіліні ұстазынан есе игірек білген Ленгард ачықтан айтқанда бұ дәрісте еріккен еді. Ұстаз оғырсыз бет алып Ленгардқа жаллады. Дәріске жаңылып мұ келдігіз? Озған жол мен сізні бірді естілей алмадым. Болмай есе да сылтауын айт, вал Ленгард. Бір бұл жалсыз іш шыққан еді. Бек жашырын іштүйілесе бізге де бір білдірсең, а? Дерге қалды ұстаз көл кеңдірген аваз бұла. Мен кечкілік беріңіз. Өлген анама асырарға барған ем. Сора класс су құйғалай болды. Ұстаз да абзырады. Ленгард, сен неле женшай тұрасы? Жеңіннен қол жаулық жүгін шығарып,
Айтыр сөзін айта алмай, Ленгартны башын өшініне қысты. Мен енді жаңызма, деді Ленгарт теңлеріне, ұстаз отодан шыққанда. Заманығыз болса, келе тұрғыз. Алада жашыны жаңызлай қоймадыла. Үйіне барып, чай етіп, үйге қарап, башқа жұмышлаға табылып тұрдыла. Ленгарт барына да жарық болды. Алай не жарық болса да, ана көмкек көзлерінде өмірде де кетмес мұдақлықны сұратын еслеген қиын түйіледі. Көп жыл мұннан алға, деді Ленгарт жия қобызына ұзала, бір жаш, бір қызға атап, серенаданы соққан еді. Ол қыз анам еді, жаша атам. Сіз де ештігіз ол мақамны. Теңлері бір-бірге қараштыла. Анасы дүниеден кеткелі түгел айда озмай, Ленгартның бұл үйде қобыз соғарға қалай есіне келді. Болса да жия қобыз, чексіз өзенде ажашып қалғанша бір мұдақ, бір назик мақамны ешіттірді. Қараңғы көкте жаңызлай қалған жұлдыз жұқны жарығына ұшейді бұл мақам. Алай жоқ еді анда жарсу, не бұшу тауышу. Ол көл еттірген, ұчындырған сүймеклікні мақамы еді. Музыкантны теңлері ва шум болып тыңыла елі. Таң бола, кемесе де ешікні қаты қақты. Ленгарт ашықмай барып, чақырылмаған қонақланы алларына шықты. Комендантны екіншісін Ленгарт арсарсыз таныды. Лейтенантны зыннан олы ғұрсыз қоншы қатын кірді. Жаш аңылағыңа көре Низам қалауырын чақырған да ол еді. Вал Ленгарт, халқыны үйіңе жиып, қоншыланы тыныштықларын алғанны қашын қойары қыса, деді лейтенант дөгерекке башқа қарай. Бек ачу тигені ва, анасы көрге кіргелі тамам айда озғыншы бұл еліні телесін жиып концертле құра байланады, дегенні айтып, оғырсыз қатын жашқа айып салырдан аямады. Не жұмышқа келгенсіз? Не керекті сізге? Деді Ленгарт сансыз аваз бұла. Бек алға, музыкаңны сүннен айт. Франц Шубертны серенадасыны сүннен айтады гражданка қыз. Ол дегенің? Аны сізге екі сөз біле аңлатарлық түйілме? Алаймы дейсе, мен бұл сағат жаңыз сөзімі де қоратмай табанғылатып қояйым, берші бұлай ол бандураңы. Қоншы қатын жеңгел ұзалып, жия қобызны чүйден алды да лейтенантқа ұзатты. Ленгарт қонағы қобыз соғарға ұмыт еткен сұнып, авара болды. Алай, жаңыла білмеу чүмақ кемені құллықшысы, қарусыз назик скрипканы керіліп, темір ұндырық құлағына ұрды. Уалған қобызны жиясыны ақыр тауышы тыншчық сынсып өчілді. Ленгарт жерінен детмей қалды. Жай көгіче көк көзлері мұтқыз болдыла. Алада ол уақытыда аллай бір көріп болмау, аллай бір қашаулық бар еді. Жашалай чамланған еді. Көпні көре келген қызыл жаға оқына, ол қарамны көтір алмай, аузынан сөз шығармай, ызына бұрылып кетті. Ленгартны қансыз жияғында жылтырай қалған көз жашыны ол еслемеді. Тоқтачы, жаным начальник, дей қуылды қоншы қатын анызынан. Бір айтырғым барды. Боты ұчықны мені тең қызыма бердір рамал етсең еді, жаным сәнне құрман болыр еді. Ансы ер аманы қыстағалы, үйсіз-күйсіз болып, әпше жетіледі атылайланады. Жашынуа қайры көчіруге ұмыт етесе, деді лейтенант тұшыруға құрметсіз қарамын бұра. Дануа білгенігіз жетерсіз. Фызуға мы дейсе, өксіз леуінеме, бұта боты ұчықны бардақ етіп бошағыншы, мұннан сыйырмасағыз болық түйілді. Начальник, жанымы қиыры, құру алымнан дегенні айтып, лейтенант жолына ашығышлы кетті.